Қайырлы күн, достар. Дәмі аузыңыздан кетпейтін банан қосылған бәліштің ең керемет рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Дәмі енді сөз жоқ, өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын сәтті рецепттерімнің бірін қабыл алыңыздар. Бізге қажет өнімдер: банан, ұн, електен өткізілген қаймақ, сұйық май, секер және жұмыртқа қажет. Бір шай қасық қопсытқышымызды електен өткізілген ұнымызға араластырып қоятын боламыз. Бөлек таза ыдысымызға жұмыртқамызды шағып, шым тұзымызды салып миксерлейтін боламыз. Секерімізді бөліп қосатын боламыз аз-аздан. Толықтай ерігенсін сұйық майымызды және қаймағымызды қосып жіберетін боламыз. Осы сәтте осындай аппақ қоймалжың масса дайын болады. Содан кейін ұнымызды біртіндеп қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Сонда сіздің бисквитіңіз өте жұмсақ әрі биік болып пісетін болады. Толықтай миксерлеп аламыз. Ұнымыздың барлығын қоса отырып, шеттерін осылай барлығын араластыра жіберіп, бананымызды турайтын боламыз. Осындай бананды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз, ұсақтап. Содан кейін пергамент қағаз төселген формамызға астына жайғастырып шығатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне дайын болған массамызды құятын боламыз. Толықтай барлығын салып, үстеліміздің үстіне осындай ұрғылап алсақ, сол кезде қамырымыз тегіс жайылады және арасындағы ауаның барлығы шығатын болады. 150 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Менде шамамен 45 минут аралығында осындай болып пісіп шықты. Дайын болғандығын осындай шпажкамен тексеріп аламыз. Сонымен біздің банан қосылған бәлішіміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Иісі деген керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Осындай биік әрі дәмді бәлішті сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.